Бүгін ерекше күн. Әділет өмірлік серігі етіп таңдаған сүйіктісі Әсемді өз шаңырағына Ақтөбеге келін қылып әкелді. Таңсәрден бастап екі жақта дайындықта болды. Әсемнің төркінде қимастық пен қуаныш аралас сезім, ал Әділеттің үйінде күту мен қуанышты толқу. Жол бойы Әсемнің жүзінде сәл ұяңдық, бірақ көзінде сенім мен жылылық байқалды. Ақ орамал тағылған жаңа түскен келіннің белгісі. Көліктің терезесінен туған жерінің әр бұрышына соңғы рет қарап, жаңа өмірге қадам басып бара жатқанын сезді. Ақтөбеге жеткен соң алғашқы атқарылған іс Әділеттің Әсемнің ата-анасының алдынан өтуі. Бұл қазақ дәстүріндегі маңызды қадам. Күйеу бала үлкендерге сәлем беріп, ризашылық білдіреді, ал ата-ана бата беріп, жастарға ақ жол тілейді. Бұл сәтте бәрінің жүзінде қуаныш пен бір-біріне деген құрмет сезімі бар еді. Сәлемдесуден кейін үлкен үйдің төрінде дастархан жайылды. Дәмі балдай шай, жаңа піскен бауырсақтың иісі бөлмеге жайылды. Әсем жаңа түскен келін ретінде ақ орамалын тағып, дастархан басында шай құйып отырды. Оның қимылынан әдеп, сыпайылық, инабаттылық байқалады. Үлкендер мақтанышпен қарап, жолың ақ болсын деп тілеуін айтып жатты. Шай үстінде естеліктер айтылып, әзілдері естілді. Әділет пен Әсемге бақыт тілеген дауыстар үзілмеді. Келіннің әр әрекеті үлкендерге шай құюы, қонақтарды жылы қарсы алуы бәрі ауыл дәстүрінің ажырамас бөлігі еді. Бұл күн екі жастың ғана емес, екі әулеттің де өміріндегі маңызды белеске айналды. Төркін мен қайын жұрт арасындағы байланыс нығайып, жаңа туыстықтың басталған сәті болды. Ақ орамалды келін қазірдің өзінде жаңа отбасына үйлесіп кеткендей көрінді. Күннің соңында бата беріліп, жастарға ұзақ ғұмыр, бақыт пен береке тіленді. Әсем үшін жаңа өмірдің басы, Әділет үшін сүйген жарын туған жеріне әкелген қуаныш. Осындай тортыға. Бүгін Әділет пен Әсем үшін қуаныш пен толқу қатар жүретін күн. Екеуінің шағын ғана, бірақ мәні терең кішігірім тойы өтуде. Таңертеңнен бастап үй іші дастархан әзірлеумен, қонақ күтуге дайындықпен әбігер. Бүгін Әсем алғаш рет келін болып, Әділеттің босағасын аттады. Қазақтың ежелгі дәстүріне сай, келін босағадан аттаған сәт жаңа өмірдің басталуы. Ақ орамалын тағып, жылы жымиысымен төрге өткен Әсем дастархан басында қонақтарға шай құйып, келіндік қызметін атқарып отырды. Әр қимылынан инабаттылық пен тәрбиенің ізі көрінеді. Тіпті шайдан соң ас үйге кіріп, ыдыс жууға да кірісіп кетті. Бұл жаңа түскен келіннің ең басты міндеттерінің бірі. Бірақ қуаныштың ортасында бір қимастық та бар еді. Әділеттің ең жақын адамы анасы бүгін қастарында бола алмады. Себебі ол қазір шетелде, Үндістанда ем қабылдап жатыр. Дегенмен арақашықтық, аналық мейірім мен тілекке бөгет болмады. Әділеттің анасы алыстан арнайы сыйын жолдапты. Гүлімен бірге әдемі торт, ал торттың қасында жүрекке жетерлік хат бар. Балдарым, қиылған некелерің құтты болсын. Қадамдарың ақ болсын. Қастарыңда бола алмасам да, жаным өздеріңмен бірге. Гүлденген әлем, үнді елінен арнайы тілегім қабыл болсын. Қонақтар дастархан басында отырып, телефон арқылы анасының дауысын естіп құттықтауын тыңдады. Бұл сәт бәрінің көңілін босатып, жүректерін жылытты. Бірі күліп, бірі көзіне жас алды. Кеш бойы ән айтылып, тілек білдірілді. Әділет пен Әсемнің қуанышына жиналған әр қонақ жүрек жарды сөзін айтты. Шағын ғана той болса да, атмосферасы үлкен бірліктің, сыйластықтың және шынайы махаббаттың көрінісі болды. Бүгінгі күн олардың өмірінде жаңа тарау ашқан сәт. Әсем үшін жаңа әулетке қадам, Әділет үшін өзіне серт болған жарын шаңырағына кіргізу. Ал алыстағы ана үшін жүрегімен сезіп, жырақтан бата беріп отырған бақытты күн.